Саламатсыздар ма көрермендерім, қалай құрғақ жөтелді емдеуге болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Ал келесі видеом күріш суының пайдасы туралы болады. Денсаулыққа пайдалы, қызықты видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Жөтел көбіне суық тигізіп алғаннан пайда болады. Ал кейде ол бронхит немесе пневмонияның белгісі де болуы мүмкін. Қалай болғанда да онымен мүмкіндігінше тезірек күресу керек. Ескерту: кез келген шөп, гүл, халықтық өнім аллергия тудыруы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Оларды қабылдамас бұрын сізде аллергия жоқ екеніне көз жеткізу керек және дәрігеріңізбен кеңескен жөн. Құрғақ жөтелге қарсы халық емі. Бұл жағдайда негізгі міндет қақырықтан шығару. Төмендегі тізімдеген өсімдіктер осыған көмектеседі. Жол желкен: бір ас қасық құрғақ жол желкен жапырақтарын бір стақан қайнаған суға араластырыңыз. Оны 2 сағат тындырып, сүзіп алыңыз. Тамақтанудан 20 минут бұрын күніне 4 рет бір ас қасықтан ішіңіз. Шалғам: бұл жөтелге қарсы өте тиімді әсер ететін көкөніс. Шалғамды әртүрлі өнімдермен бірге қолдануға болады. Мысалы, сәбіз шырыны мен бал қосылған шалғам шырыны, немесе жай ғана балға араластырыңыз. Сағат сайын бір ас қасықтан ішіңіз. Бірақ ең жиі қолданылатын әдіс бұл бал қосылған шалғам сиропы. Көкөністі ойып, ішінде ойыққа бал құйып және сироптың шығуын күтесіз. Мұны да бір ас қасықтан қолданыңыз. Өгей шөп жапырақтары: бұл өсімдікті дәріханада сатылатын жөтелге қарсы препараттардың құрамына қосады. Оны шай ретінде демдеп ішуге немесе тұнба жасауға да болады. Құрғақ жапырақтарға су құйыңыз, 15 минут қайнатыңыз. Тамақтанудан жарты сағат бұрын бір ас қасықтан ішіп отырыңыз. Күніне 6 ретке дейін. Мия тамыры: бір ас қасық туралған тамырды бір стақан қайнаған су құйып қайнатыңыз. Содан кейін оны 2-3 сағат тұндырыңыз. Күніне 4-5 рет ас қасықтан қолдануға болады. Зімбір тамыры: одан да тұнба жасауға болады. Ұсақ үккіштен өткізіп, қайнаған суға салып, басқа шөптерді де қосуға болады. Жарты сағатқа қалдырып, содан кейін дәміне қарай бал қосуға болады. Оны бір ас қасықтан күніне 3 рет ішіңіз. Бүгінгі видеом осындай. Бүгінгі видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.